Сәлем, сіздермен бірге арайлы менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте оңай, жұп-жұмсақ, бір жасағаннан шығатын, қолжетімді заттардан жасалатын пончиктердің рецептісін ұсынатын боламын. Бізге қажетті заттар міндетті түрде жылы сүт болуы қажет. Оның үстіне бір ас қасық ашытқымызды салып, араластыра отырып қантымызды қосамыз, жұмыртқамызды қосамыз, алдын ала ертіп алған майымызды қосамыз. Барлығын әбден араластырып, үстіне електен өткізілген ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Барлық қажетті заттар видеоның астында описанияда көрсетілген. Қамырымыз жұп-жұмсақ болуы қажет. Мінекей жұп-жұмсақ қамырымыз шықты. Енді осы қамырымыздың бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге көтерілуге қоямыз. Мінекей 1,5 сағат өткеннен кейін біздің қамырымыз әйбатлап көтерілді. Видеоны соңына дейін қарап, менің видеом ұнап жатса, лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды жазып, менің каналымның өсуіне өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге өздеріңізге ыңғайлы қылып бөліп алуымыз. Мен 3-ке бөлдім. Енді әрбір бөлшегімді оқтаудың көмегімен жайып, бауырсақ тәріздес кесіп аламын. Әртүрлі пішінде кесуге болады, өз қалауыңызша. Мінекей қалыңдығы, қатты қалың емес, қатты жұқа да емес. Барлық қамырымды кезек-кезек өстіп, домалақтап кесіп алып, тақтайыма дізіп, бетін жауып, 20 минутқа шамамен көтерілуге қоямын. Бұл қамырым көтерілгенше бетіне жағатын шоколадты массамды әзірлеймін. Мен шоколадты глазурь мен майды пайдаландым. Баяу оттың үстіне қойып, ертіп алдым. Шоколадтың кез келген түрін пайдалануға болады. Ертіп алғаннан кейін оттан алып суытуға қоямын. Ендігі кезекте менің бауырсақтарым көтерілді. Енді ортасына классикалық пончиктің түрін келтіру үшін мен бөтелкенің қақпағымен кесіп алдым. Енді сіздер өздеріңізге ыңғайларыңызға қарай кез келген дүниемен кесуге болады. Арнайы кескіштеріңіз болса тіпті жақсы. Қызып тұрған майымыздың үстіне пончиктарымызды аунатып аламыз. Міндетті түрде майымыз қызып тұруы қажет. Қызып тұрған майға пончиктарымыз тез піседі. Мінекей пончиктарымыз пісті, суыды. Енді дайын болған пончиктарымызды алдын ала дайындалған шоколадный массаға бір-бір аунатып аламыз. Шоколадный массаңыз болмаса, қант ұнтағымен де әрлеуге болады. Мінекей біздің пончиктар дайын. Мен әрі қарай да өзімнің фантазияма байланысты әрледім. Өте жұмсақ, өте дәмді. Үлкеннің де, кішінің де көңілінен шығатын пончиктер. Міне ортасы піскен, жұп-жұмсақ, аузыңызда еритін балалық шақтың дәмі. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым ас болсын.